таулар қалай пайда болады? Адам ағзасын қандай заттар құрайды? Біз қалай тыныс аламыз? Найзағайдың табиғатқа тигізер пайдасы қандай? Бұл сұрақтардың жауабын сізге Оқимия береді. Оқим, иә. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен 7-ші сынып химия пәнін оқитын боламыз. Бірінші тарау бізде химия пәніне кіріспе, таза заттар және қоспа. Жалпы химия пәні, химия нені зерттейді? Зат, дене, заттардың қасиетін жайлы бүгінгі сабақта білетін боламыз. Химиялық құбылыс дегеніміз не? Химиялық құбылыс тек қана зертханада, проверкада емес, сондай-ақ табиғатта күн сайын орын алады. CO2 деген көмірқышқыл газы. Оны жасыл өсімдіктер жұтып, өз бойынан оттегі бөліп шығарады. Бұл құбылыстың аты фотосинтез. Фотосинтездің жүру үшін күн сәулесі, көмірқышқыл газ және су керек. Осы құбылыстың нәтижесінде өсімдік өз бойынан глюкоза, сутегі, оттегіні бөледі. Ол оттегімен біз тыныс аламыз. Бұл ғажайып табиғи химиялық құбылыс. Найзағай қорқынышты құбылыс болғанмен, табиғат үшін біршама пайдасы бар. Найзағайдың әсерінен ауадағы оттек молекуласы атомдарға ыдырайды. Соның нәтижесінде озон түзіледі. Жаңбырдан кейін болатын балғындықтың, ауаның тазарғаны осы озонның әсерінен. Озонның бөлінуі тіршілік үшін пайдалы, алайда мөлшерден тыс көп бөлінуі зиян. Табиғатта болатын ең қауіпті құбылыстың бірі жанартаудың атқылауы. Жанартау атқылаған кезде жердің терең қойнауынан оты сұйық магма атқылайды. Магмамен бірге тас, күл, балшық та ұшады. Ыстық сел суып қатқан соң сол орында кішігірім тау немесе жағабақ пайда болады. Жанартау әрбір атқылаған сайын сол жағабақ үлкейіп, биіктей беріп тауға айналады. Бұл әрине ұзақ табиғи химиялық құбылыс. Бізді қоршаған барлық дүниелер физикалық дене деп аталады. Табиғи физикалық денеге тау, тас, күн, ғаламшар жатады. Күн физикалық дене болғанмен, оны 75% сутегі, 25% гелий, 1% басқа газдар құрайды. Адам да, жануар да физикалық дене, алайда оның құрылысы өте күрделі. Адам ағзасының 60% су, 34% органикалық заттар, 6% бейорганикалық заттар кіреді. Бейорганикалық заттардың құрамына 22 элемент кіреді. Адам физикалық дене болғанмен, оны құраушылар заттар. Күн физикалық дене, алайда оның құрамына кіретін газдар, олар да заттар. Бізді қоршаған физикалық денелер табиғи және жасанды болып бөлінеді. Жасанды физикалық денеге ноутбук, фарфор мүсін, шыны ыдыстар және тағы басқа. Зат дегеніміз денені құрайтын бөлшектер. Заттың 3 түрі болады. Қатты заттарға темір, алтын, ас тұзы жатады. Сұйық зат сүт, су, сынап және тағы басқа. Газ, сутегі, оттегі, гелий және тағы бірнеше газдар. Әр заттың өзіне тән түсі, иісі, ерігіштігі, тағы бірнеше қасиеттері бар. Химияның негізгі міндеті жаңа заман талабына сай заттарды алу және болжау, медицинада өндірісте қолдану. Бүгінгі сабақтың қорытындысы. Химия дегеніміз жаратылыстану ғылымдардың бір саласы. Химия заттарды, олардың қасиеттерін, заттардың бір-біріне айналуын зерттейтін ғылым. Зат дегеніміз денені құраушылар. Олар бір-бірінен өздеріне тән физикалық және химиялық қасиеттерімен ерекшеленеді. Химияның міндеті адамзаттың сұранысқа қажет химиялық заттарды алу. Достар, бүгінгі сабақ сіздерге қызықты әрі түсінікті болды деген ойдамын.